Assalamualaikum, hurmatli ko'rarmidar. Bizning nemen patsientimizning nesi? MRT sнимkalari, KT sнимkasi, sagittalniy srez ko'rinib tur. Bu yerda nede bu nede sagittalniy srezda hozirgi patsientimiz Bexterova deb terminiмен kirilgan, Bexterova aurugan kishining nesi. Екінші сеанс қабылдап жатырық. Осы пациентіміздің аксиальный срездері бірінші бел несінен бастадық емдеуін. Қазір енді жоғарылап келе жатырық. Кеуде омыртқадан мойын омыртқа, яғни екі жерден травма болған. Сонымен соны екінші сеанс бірінші кезде бел ауыратын еді. Қазір бел ауруы азайған. Қазір өзіне интервью береміз, сол кезде ағай неғыламыз, жалғастырамыз. Мынау жаңағы сагитальный срездің ктадағы, мойындағы кта снимктары пациентіміздің. Мойын омыртқадағы неде С4 пен 5-те, одан кейін 6 мен 7-нің арасында омыртқалардың таю. Яғни спинномозговой каналға сигнал келген кезде омыртқалар бір-бірін қажап отыр дегенде блокировкаға түсіреді. Блокировкаға түсірген кезде жаңағы айналып келгенде Бехтерова ауруы болады. Аксиальный срездері. Менің аты жөнім Алмасбай. Осы ауруға шалдыққаныма 5-6 жылдай болды. Алла шипасын берсін, ашылдан келіп отырмын. Екінші сеансым. Бірінші сеанста бел аурулар бар ма? Бел аурулар шамалы бар. Қазір ұйықтадым бел ауру. Мойын ғой, мен асабым. Бірінші бел аурудан бастап, кеуде омыртқа, мойын омыртқа келеміз дедік. Орныңыздан тұра алыңыз. Жаныңызбен қырыңызбен тұрыңыз. Ары бері жүріңіз. Қазір белде ауру жоқ қой, е? Белде ауру жоқ. Бехтерова деген ауру, мына неде бел омыртқа, кеуде омыртқа, мойын омыртқа қай жерінде не болса, сол жер тақтай сияқты қатып қалады. Дуал сияқты ауырады. Соны Бехтерова ауру деп айтады. Қазір мына белінен істедік, мына екінші сеанс не қабылдады. Енді арасына 10 күн істеп, несіне сеанс жүргізіп жатыр. Белін жібергеннен кейін менде бір не пайда болды, Құдай қаласа бір сенімділік пайда болды. Негізіне жазылмайтын аурулардан 5 аурудың болса, соның біреуі Бехтерова. Яғни остеопороз, одан кейін костный рак, костный туберкулез деген аурулар бар. Бұлар былайша айтқанда жазылмайды. Өте сирек. Соның біреуі осы Бехтерова ауру. Бірақ мына жерде жаңағыдай белін істегеннен кейін беліне жасалу пайда болғаннан кейін мен өзімізде құлшыныс пайда болды. Ынта жігеріміз көтеріліп қалды. Енді Алла Тағала шебер ғой, беремін десе түк емес. Осындай экспериментті ары қарай жалғастыра береміз иншалла. Бел жұмсаған. Ол жақсылықтың нышаны бел жұмсаған. Мына жер. Ай-ай-ай, ауырады. Еті болады, мына сіздің басқаныңыз. Әлі ауырады еті. Мына екі жер. Жоқ, ол емес, мына жер. Болды, түсіндім. Түсіндім. Мынау, мына жер. Кеудеде мынау. Ай-ай-ай, Боз, тырыспаңыз. Тырыспаңыз. Боз. Тырыспаңыз. Тырысып тұрмын. Dem шығарыңыз.
Sevmiştik. О,